Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге шоколадты таяқша, яғни пеперо дайындап көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ол үшін ең алдымен шоколадты су моншасында, яғни водяной баняда толықтай ерітіп аламыз. Печенье таяқшаларын батыруға ыңғайлы болу үшін осындай ыдысқа құйып алдым. Менде осындай дайын печенье. Печенье таяқшаларын шоколадқа батырып, кокос стружкиін немесе кез келген жаңғақты майдалап сепсеңіздер болады. Немесе осылай кондитерлік посыпкалар арқылы әсемдеулеріңізге болады. Кез келген тегіс ыдысқа пергамент қағазын төсеп, осылай печеньеларды жайғастырып, шамамен 2 сағат тоңазытқышқа қалдырамыз. Міне біздің шоколадты таяқшаларымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.